бір адамы аңға, екіншісі малға айналса да, похуизммен айналасына қарайтын жамағат арнаға жазыл лайк бас, мал монологын бастайды. Алматыда қайырымдылық мекемесінің атын жамылған теріс бағыттағы медресеге қылмыстық іс қозғалды. Қамқорлығына алған оқушыларды қорлаған, таяққа жыққан. Сорақысы сол, сондағы жеткіншектер ұрып соққаннан еш әбестік көрмейді. Егер ұрмаса, одан бетер шеттен шығатын еді. Дін бойынша кішкентай ұрған дұрыс емес, бірақ түзу жолға салу үшін сәл ұрған дұрыс деп ойлаймын. Бля, қызықсыз братишка. Мына тақиялы бозбала да сүлейменшілер жамағатының құрбаны. Жібек жолы қауымдастығына қарайтын мекемеден бертінде қашып шыққан. Болды ұрып сол. Яғни дәріс тапсырмасаң, дәріске кешіп келсең, яғни уақытылы тапсырмасаң ұру болады. Қай жеріне қолдан ұрады, мойнынан ұрады, желкеден ұрады. Бүкіл жеріне ұрады. Мекеме тек аз қамтылған отбасыдан шыққан балаларды алады. Ұлының қарны тоқ, көйлегі көк болғанына қуанған атана, оның санасы уланып жатқанынан хабары жоқ. Мекеме мүфтиятқа бағынбайды. Жұма намазына мешітке бармай, өз аумағында оқшау оқиды. Тіпті жылдың бір арнаулы айында 5 уақыт намаздың біреуін қалыс қалдырады екен. Ол кісілердің осы уақытқа дейін өздерінің мекемелерінде, пансионатында жұма намазын өткізіп атқарып келді. Оның өзі шариғат талабына сай емес. Бір Қазақстанда, бір елде, бір қалада өмір сүре тұра, мешіттің намаз уақытынан олардың намаз уақыттары ерекшеленеді. Тіпті мен сіздерге айтайын, жаздың бір уақыттарында 10-15 күн арасында олардың мына түнгі біздің құптан намаз бар емес пе? Сол құптан намазының уақыты кірмейді деп, тек қана 4 уақыт намаз оқиды. Сайып келгенде бұл сүлейменшілердің ұстанған жолы. Ал ол кім? Сүлеймен Хилми Тунахан 1888 жылы қазіргі Болгария республикасында өмірге келген. Түркия билігіне Ататүрік келгенде реформасына қарсы шыққан. Дүние салғанға дейін шәкірт тәрбиелеп, діни білім үйретумен шұғылданған. 1959 жылы Сүлеймен Хилми Тунахан бақилық болғасын, шәкірттері ұстазына деген құрмет үшін рухани қызмет жасаймыз деп уәде беріп, сүлейменшілер бағытын дамытқан. Сүлейменнің кім екенін қор қамқорлығындағы балалар жеті атасындай жатқа соғады, құдды пір тұтатындай. Әулие кісі болған сондай. Сол кісі дінге жақын бір, дінді таратып жүрген бір дұрыс жолда болған бір адам болған. Сүлеймен Хилми Тунахан деген. Оны бізге де ұстаздарымыз деді, хазірет ұстазымыз деді. Сол кісінің шәкірттері шәкіртке жалғасып келе жатқан бір ұстаздық деп айтсам болады сондай. Сен үшін ұстаз ба Сүлеймен? Иә. Жасырын құлшылықтың бірі, оқушылар әулие тұтқан Сүлеймен Хилми Тунаханның суретін жатарда жастық астына салып ұйықтайды екен. Ғалым болғаны рас, ол кісінің дінге қызмет еткені рас. Алайда мына өзінен кейінгі ерушілері, шәкірттері пайғамбар дәрежесіне көтеріп жүргендері шариғатқа қайшы нәрсе. Енді сол жасырын құлшылық дедім ғой, одан кейінгі жалпы олардың шәкірттері тіпті шектен шыққаны соншалықты ол кісінің суретін сүйіп, бірге ұйықтаған кезде жастығының астына салып жатады. Сол кісінің аруағы қолдасын, сол кісінің аруағы жебеп жүрсін деген мақсатпенен. Көз астында болып жатқан жағдайға билік қалайша былқ етпейді. Әлде сол ұйымдардан ауыз бастырып алғаннан үндемей отырма. Ой бұлағы ластанған, пиғылы жат, теріс бағытты ұстанған ұл ертең елге қауіп төндірсе, кім жауап береді? Сүлейменшілер туралы естуің бар ма? Арнаға жазылып пікір қалдыр. Бұл тақырыпты зерттеп, алда жалғастырамыз.